Оқушылар 13-ші есеп. Молдық массасы 32 көбейту 10 дәрежесі минус 3 килограмм мол газдың бір молекуласының массасын табу керек. Бірінші болып біз бұл жерде зат мөлшерінің формуласын жазайық. Зат мөлшерінің формуласы ню тең кішкентай м массаны моляр массаға бөлгенге тең, немесе молекулалар санын n-ді n-ға бөлгенге тең. Енді дәл осы жерде массаны мына m-ді мына жақта тағы да жазуға болады. m0 көбейту n бір молекула массасын молекулалар санына көбейтсек масса шығады. Бөлінген m. Мына жерде осы теңдеуден m0-ді тапсақ болады. m0-ді табу үшін n мен n қысқарады. Моляр массаны Авогадро тұрақтысына бөлеміз. Так, 32 көбейту 10 дәрежесі минус 3. 32 көбейту 10 дәрежесі минус 3-ті бөлеміз. 6 көбейту 10 дәрежесі 23-ге. Бұдан шығады 5,3 көбейту 10 дәрежесі 23 жоғарыға минус 23 болып шығады. Сонда минус 26 болады. Минус 26. Осы дұрыс жауап болып есептеледі. 5,3 көбейту 10 дәрежесі минус 26 килограмм. Дұрыс жауап Е. Сұрақтарың болса комментке жазыңдар. Лайк басыңдар оқушылар.